Тасын түрсен тарихтың қатпарлы сырлары сайрап қоя беретін Бурабай жердің киелі екені белсенеден белгілі. Әрбір қойнауы бабалардан қалған аңыз әңгімелерден сыр шертетін киелі өлкені қазақ даласында аса үлкен тарихи оқиғалар түйіскен мекен десе де болғандай. Тұмса табиғаттың шебер дәстүрімен айнадай болып алыстан көзге түсетін бұл жердің кезінде Әулиекөл атанғанын біреу білсе, біреу білмес. Сол Әулиекөл мекеніне бір саяхаттап қайтуды жөн санап отырмыз. Сіздермен бірге Қазақстанның тағы бір мекенімен таныс боламыз. Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи саябағындағы Ақмола облысының Бурабай ауданында орналасқан. Саябақтың жалпы аумағы 83.510 гектар. Оның ішінде орман алқабы 47.361 гектар. Жер беті сулары 8.493 гектарға жетеді. Климаты шұғыл континентальды. Бурабай тауының атауы сол өңірде мекен еткен Ақбас бураға қатысты қойылған деген аңыз бар. Бурабай көлі теңіз деңгейінен 319 метр биіктікте орналасқан. Осы өлкенің ең биік тауы Көкше, теңіз деңгейінен 997 метр биіктікте жатыр. Саябақта жануарлар әлемінің 305 түрі бар. Бурабай табиғаты көз тартар сұлулығымен, ауасының тазалығымен тартымды. Биік таулар, көгілдір көлдер, қарағай мен қайын ағаштары өлкенің сәнін кіргізеді. Ақын Мағжан Жұмабаев айтқандай, арқада Бурабайға жер жетпейді деп, өлкенің сұлулығын өз жырына арқау еткен. Сіздермен бірге болған Қараөзек ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің 8-ші А сынып оқушысы Қуандық Эльмира. Назарларыңызға рахмет.